Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Достар, бүгін сіздерге өте оңай жасалатын, жегенде аузыңызда еритін, сондай ылғалды, дәмді пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Өте оп-оңай, ендеше кірісейік. Ең алдымен құрғақтай кезінде разрыхителімізді ұнымызға араластырып алғанымыз дұрыс. Сол кезде қосқан кезде бірден ыңғайлы болады. Барлық ингредиенттің мөлшері төменде көрсетілген, сол жерден қарап алсаңыздар болады. Таза табамызға ерітілген сары майымызды немесе маргаринімізді құятын боламыз. Содан кейін шекерімізді салып, миксердің көмегімен 2-3 минут араластырамыз. Сол кезде біздің консистенциямыз ағарып, 2 есе ұлғаятын болады. Бұрын бұл пирогты жеміс-жидектерсіз ақ жасай беретінмін. Ол кезде де дәмді болады, ал егер де сәл қышқылдау, ерекше дәм болғанын қаласаңыз, жеміс-жидек қосқаныңыз дұрысырақ болады. Ендеше шекеріміз бен майымызды араластырып болғаннан кейін 2 дана жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен және араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін жылы сүтіңізді құйсаңыз болады. Мен топленый сүтті пайдаландым. Егер де сізде пастерленген сүт болса, ол да жарай береді. Осылайша жылы сүтімізді консистенциямызға құйып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін ғана барып, ұнымызды салатын боламыз. Ұныңызды ең алдымен қасықтың көмегімен сәл араластырып жібергеніңіз дұрыс, себебі миксеріңізбен араластырған кезде ұныңыз шашырап жан-жағына ақ ұлпа болмайтын болады. Яғни жан-жағын бүлдірмес үшін ең алдымен қасықтың көмегімен араластырып, содан кейін миксермен араластырғаныңыз ыңғайлырақ. Достар, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар, және осы рецептпен жасаған болсаңыздар, нәтижесімен бөлісе отырыңыздар. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай консистенцияға дейін жетуі қажет. Біркелкі, ешқандай түйіршіксіз болуы керек. Ішіне араластыру үшін жемістер ретінде сары өрікті, яғни абрикосты және малинаны таңқурайды пайдаландым. Ең алдымен сары өрігімізді осылайша кесіп алып, консистенциямызға бірден араластырып жіберетін боламыз. Ал малинаны ең соңында табамызға құйып алғаннан кейін саламыз. Мінекей, менің формам дайын, пергамент қағазын өткізіп қойдым. Енді дайын консистенциямызды құямыз. Содан кейін бетіне өзіңіз қалағанша жеміс-жидегіңізді салсаңыз болады. Достар, бұл пирогтың бір ерекшелігі, бетіне салынған жемісіңіз төменіне түсіп кететін болады. Піскеннен кейін төменгі жағын жоғарыға қаратып қоясыз. Барлығын қазір видео барысында көрсетіп түсіндіретін боламын. Осылайша әсемдеп болғаннан кейін қызып тұрған пешіңізге 170 градустағы 25 минут салып алатын боласыз. Піскенін ағаш пашканың көмегімен білуге болады. Егер беткі жағы күйіп бара жатыр десеңіз, фольга немесе пергамент қағазын қойғаныңыз дұрыс. Мінекей, дайын болды. Яғни пештен алған жағын емес, кері төңкеріп, осылайша әдемілеп безендіріп ұсынсаңыз болады. Сондай нәзік болып, керемет дәмді болып піседі. Үй ішіңізді қуантып, сізде жасап көріңіз.